Так, қыздар, мінекей. Мынау детский пинетканың табаны. Ең бірінші біз табан тоқимыз. Сосын барып осы табаннан айналдырып жоғары қарай көтере бастаймыз. Давайте ең бірінші табан тоқып үйренейік. Табан тоқыған кезде баланың размеріне қараймыз. Қазір қалай размерді қалай білетінімізді айтамын қазір. Бірінші бастаймыз. Мынау оң қолға мына жағын ұстаймыз, сол қолға былай ұстаймыз да. Қараңыздар. Асықпай көрсетемін. Крючок бар ғой міне. Менің крючогым 2,75. Үшінші размерге жақын, ешқандай разница жоқ. Тоқи берсе болады. Қараңыздар, міне. Крючокты аламын. Былай айналдырамын дағы. Айналдырамын да. Былай ұстап тұрамын да. Былай тоқимын. Көрдіңіздер ма? Еще раз көрсетем. Қара. Мен былай ұстадым. Былай қойдым да. Былай айналдырдым. Мына жерден былай өткіземіз. Қаттырақ байлап қоямыз былайынан. Енді әрі қарай. Мынау біздің бірінші петелькамыз болып саналады, міне. Бірінші петелька кетті. Бірінші ілмек. 2, 3, 4, 5. Крючокты қатты қыспаймыз. Бос ұстаймыз. Екі қолды да бос ұстаймыз. Қатты қыспаймыз. 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Не? Жерде менің тоқығаным 20. Бұл примерно 6 айлық балалардың аяқ киімі. Если сіздің балаңыз 1 жасар болса, осындай 20-ға тағы 10 қоссаңыз болады, немесе 5 қоссаңыз болады. Так, кеттік ары қарай. Мына сол қолмен постоянно мынаны ұстап отырамыз, мына жақты. Мына жіпті былай іліп аламыз. Мына қолды былай ұстап отырамыз. Енді мынау ең соңғы 20-шы петелька бар емес па? Мынау бізде, мынау әлі саналмайды. Бұл біздің дәлше жалғастыратын петелькамыз. Бұл саналмайды. Мынау тұрған 20-шы петелька бар емес па? Мынау тұрған ше. Соған соды ұстап аламыз, жібермейміз ондан, айырылмаймыз. Тағы 3 петелька қосамыз. Бұл бізге подъем деп аталады. Бұны көтеру үшін қазір көрсетемін. 1, 2, 3, Енді 3-тен жаңа ұстап тұрған 20-шы петелькамыз бар емес па? Соған қазір барамыз қайтып. Бұлайынан бір іліп аламыз. Қараңыздар. Бұлай тұр едік қой. Бұлай іліп аламыз да. 20-шы петелькаға саламыз. Бұлай. Салдықта тағы да іліп аламыз. Міне. Біздің крючогымызда мына жіпті тартып тұру керек. Мына крючогымызда біздің 3 жіп болды. Соның алғашқы екеуінен тағы да былай іліп алып, біреу екеуден өткіземіз. Сосын 2 жіп қалды ғой, содан тағы өткіземіз. Міне, көрдіңіздер ме? Ары қарай тағы да дәл солай қайталаймыз. Дәл осы 20-шы ілмекке саламыз. Іліп алдық та, былай шығардық. 3 болды, Міне. 3 болды ғой. Алғашқы 2 жіптен былай іліп алып өткіземіз. Міне. Тағы да өткіземіз.
Міне, қараңыздар, сонда бізде 3 столбик болды. Так, кеттік армен қарай. Ары қарай тағы да бізде постоянно осындай іліп алып отырамыз. Постоянно. Енді жаңа 20-шы петелька міне. Енді 19-шы петелькаға міне. Қараңыздар. Кіргіземіз былай. Іліп аламыз. Дәл жаңағыны қайталаймыз. Міне. Екеуден өткіздік. Сосын тағы да екеуден былай өткіземіз. Іліп алып. Көрініп тұр ма? Тағы да міне. Бірақ біз бұл жолы мынаған салмаймыз. Келесіге осылай кете береміз. Тек басында және мына бастағана солай 6 ілмек жасаймыз. Қалған ілмектердің барлығында бір-біреуден ғана. Міне. Тағы да кіргіземіз. Келесіге іліп аламыз. Сәл тартыңқыраймыз да. Екеу. Сосын тағы да екеу. Көріп тұрсыздар ма? Мынандай болу керек. Кеттік армен қарай. Тағы да. Келесі. Мынау тұр ғой. Осыған кіргіземіз. Іліп аламыз. Жоғары көтереміз. Екеуден өткіземіз. Тағы да екеуден өткіземіз. Түсінікті болып жатыр ма? Бастапқыда біз бір тесікке 3 столбик салдық. Ары қарай бір-біреуден кетіп бара жатырмыз. Міне, тағы да бір көрсетейін. Міне. Кіргіздік крючогымызды, іліп алдық, былай шығардық. Міне 3 ілмек болды. Содан екеуінен іліп шығарамыз. Сосын тағы да екеуден іліп шығарамыз. Сөзде міне біреу қалады. Міне көрдіңіз бе? Осылай жалғасып кете бересіз дағы. Соңына келген кезде тоқтаңыз.